сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге хожелі манты дайындайтын боламыз. Хожелі манты деп аты айтып тұрғандай, өте ерекше манты. Олай болса жасайық. Мен ұнға жұмыртқа қостым, бір тал, сосын бір шай қасық тұз қостым және жылы сумен орташа консистенциядағы қамырымды елеп бастадым. Қамыр өте қатты емес, жұмсақ емес, орташа консистенцияда қамыр болғаны дұрыс. Мантыныкі сияқты жұмсақтау қамыр елейміз. Бірінші табақта елеп алдым қамырды, кейін столдың үстіне қойып, стол иі қанғанша еледім. Осы қамырымды елеп, табаққа салып, бір 10 минутқа тындырып алатын боламын. Пока мен қамырым тынам дегенше, ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Оған менде салмаға фарш және ішмай, 2 үлкен пияз, 1,5 тураймын пиязын, 1 шай қасық қара бұрыш, дәміне қарай дәмдеуіш және тұз. Ал осы салмасына қажет заттарымызды турап дайындап алайық. Мына жерде пиязды осылай саломкалап, жіңішкелеп саломкалап, кейін 4 бұрыштап турадым. Сіздер өздеріңізге қалай ұнайды, қалай жасап жүрсіздер, солай турай берсеңіздер болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек бұл осы мантының айырмашылығы, қамыры өте жұқа және салмасы аз, үлкен мантылар. Сонымен пиязыма қара бұрыш салып араластырып ап, үстінен фаршымды, шмайымды және жаңа дайындап қойған тұз бен дәмдеуішімді қостым. Осы дәмдеуіштің үстінен 2 ас қасық сұйық май және 4-5 ас қасық су қостым. Суды осы фаршымыз сочный болу үшін қостым. Егер сіздер қоспайым десеңіздер, енді қоспасаңыздар да болады. Негізі фаршпен жасаған кезде мен осылай қосамын. Сонымен осы салмамыз дайын. Салмамызды қойып, бағанағы тынып тұрған қамырымызды 2 күлшеге бөлеміз. Осылай тынып тұрған қамырым керемет тынған, енді жұмсарып, тағы да жұмсарған екен. 2 бөлікке бөліп жайып алатын боламыз. Егер менің рецептім сіздерге пайдалы болған болса, керек болған болса, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сонымен қамырды өстіп жаймалап алдым, алдымен қолмен, кейін оқтаумен жаюға кірістім. Менің қамырым үлкен болды, жұқа болғаннан кейін. Дастарханның сүйреті көрінгенше жаятын боламыз. Жұп-жұқа қып. Мейлінше жұқа болса, мантының дәмділігі сонда. Сонымен өстіп жайып алғаннан кейін, кәдімгі обычный өзіміз жасап жүрген мантыдан 2 есе үлкен қып кесеміз қамырын. Үлкен болады бізде мантымыз. Содан кейін тағы да қазір оқтаумен мен тағы 1 қабат жайып шығатын болам. Газеттің жұқалығындай қамыр жұқа болғаны дұрыс осы мантыда. Хожелі манты деп атаған себебі содан деп ойлаймын. Қамыры өте жұқа болу керек. Барлығын өстіп жайып, төсеп алдым қамырдың бәрін дастарханның үстіне. Кейін 1 ас қасықтан салмамды салып, осы салманы қасықпен жаймалап аламын. Салманың барлығын жаймалап барынша. Сосын кәдімгі өзіміздің түйіп жүрген мантымыз сияқты түйеміз. Сол кезде осындай үлкен болады. Осындай үлкен болғаны дұрыс. Ішіндегі салмасы аз боп қалды демеңіздер. Бұл мантының құпиясы осы қамырының жұқалығы және ішіндегі салмасының аздығында өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер осы менің рецебім бойынша. Кейін осы түйіп алған барлық мантыларымызға 2 бетінен сұйық майды жағып, жартылай бір-бірінің үстіне қоя отырып салып шығамыз мантаваркамызға. Себебі манты үлкен болғаннан кейін симай қалады. Өстіп салып, барлығын 45 минутта буға пісіріп аламыз. Мантымыз пісем дегенше кисло-сладкий соус дайындаймыз. Жарты пиязымызды турап, сұйық майда қызарғанша қуырып, қуырылған пияздың үстінен 1 помидорымызды теркадан өткізіп саламыз. Егер сіздерде помидор болмаса, орнына 1 ас қасық томат және 6-7 ас қасық су қоссаңыздар болады.
үстінен 1 шай қасық тұз салдым. Сосын 1 ас қасық қант салып, осы соусты бір 5 минутқа қақпағын жауып бұқтырып алдым. Дайын болды соусым. Соусты салып алдым. Қазір осы соусты мантының үстіне жағып, болмаса құйып жейтін боламыз. Өте дәмді, соус та дәмді және манты да өте сочный. Прям жасап көріңіздер. Сочный болып шығады манты. Керемет бір ерекше деп айтсам болады. Барлығымыз таңғалудамыз осы мантыны жеп, балалардың бәрі қуанды үйдегі. Үлкен манты деп. Егер менің осы рецептім сіздерге ұнаған болса, подписка жасап, комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.